Құрметті бизнес әріптестер, қайырлы күн құрметті менің ютубтағы оқырмандарым. Мен сіздермен бүгін тағы да жүздесіп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Мен видео түсірімді ары қарай жалғастыратын боламын. Менің бүгін видео түсіруіме түсетін өнім Тенші корпорациясының фетексис өнімі. Сол жөнінде мен толыққанды сіздерге ақпарат бере кететін боламын. Бұл өнім бізге қандай ауруды емдейді? Егер менің видеом ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, міндетті түрде тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Асия қыздарыңызға сіздер әрбір пікірлеріңіз арқылы шабыт сыйлайсыздар. Асияға шабыт сыйлауға асығыңыздар. Мінекей, бұл өнімнің ішінде осындай 10 штук арықтауға арналған жүгерінің дәмімен кашы бар, және сырдың дәмімен 10 штук арықтауға арналған кашы. Бұл арықтау программасында, детокс программасында өте жақсы көмектеседі. Бұның 3 упаковкасын сіз үздіксіз ішетін болсаңыз, минимум 15-20 килограмм артық салмақтан сіз арылатын боласыз. Бұның ішінде Менделеев таблицасындағы барлық элементтер бар. Сол Менделеев таблицасындағы барлық элемент болғаннан кейін, сіз егер соны ішсеңіз, сіздің организміңіз өзінің күнделікті қажетті нормасын алғаннан кейін, сізде тамақты сіздер ішпейтін боласыздар. Тамақтан бас тартатын боласыздар. Сол арқылы мінекей осы арықтауға арналған кашы жеуді арқылы сіздер 15-20 килограмм салмақ тастайсыздар. Қандай керемет, е? Бұның ішінде жоғарыда айтып өттім ғой, қаншама элементтер бар деп. Бізде ғарышқа шыққан Тоқтар ағамыз және Айдын ағаларымыз именно осы өнімдерді неге ғарышқа, тамақ орнына алып кетіп, ғарыш әлемін зерттеп келген. Өте керемет. Құрметті менің оқырманым, егер сізді толықтық проблемасы мазалап жүрген болса, міндетті түрде осы өнімді пайдаланыңыз. Әуелі Алла, екінші міндетті түрде нәтиже болатын болады. Менің бүгінгі сіздерге берген ақпаратым ұнады деген ойдамын. Көп қыздардың сұранысы бойынша арықтауға байланысты осы өнімді мен шығарып отырмын. Егер менің видеом ұнап көңілдеріңізден шықса, әдеттегідей менің каналыма тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Келесі видеоларда жүздескенше сау, саламат.